57-те қырғыз палуаны аяғында жарасы бар, 40 градус температурамен күресіп жатыр, бірақ біздің қазақ ұтып алды. 40 градус температурамен. Уже қырғыздардың күресі бізден қайда жоғары. Енді біздің тренерлардың өзі жарыс көруге келмеген, онда балаларға қандай тәрбие беріп жатыр. Сол себептен ондай тренердің бәрін алу керек. Ол тренерлер вообще сборный командаға жоғалтпау керек. Жастар бар, жастарды қою керек. Шетелден мамандарды әкелу керек. И жастарымызды оқытып, үйретіп, возможность беру керек. Жаңа Қазақстанға, жаңа жаттықтырушылармен, жаңа федерациямен возможность беру керек. Осы Париж олимпиадасына барған кезде де мен әйеліммен бардым. Енді мемлекет өкіметте жұмыс істемеймін, жүре беремін енді. Сол себептен әйеліме екеуміз қыдырып бардық. Жаңа Францияға қыдырып барып, сол жерде жаңа жарыс көріп, сонда жаңағы 57-те Қартбайға да звондап жатырмын, қайдасың деп. Бүкіл тренерский штабпен бәрі спортшылар олимпийский базарда жатыр. Неге жатсыңдар десе, настроениеміз жоқ дейді. Неге? Сен ұтып қалғандарына. Енді айтам,